Сондай-ақ президент облыстардың даму жағдайында атап өтті. Бүгінде бір өңірде тас жолдар тақтайдай тегіс, ал кей аймақта оның сапасы сын көтермейді. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы да осы секілді. Сайып келгенде бұл облыс әкімдерінің жұмыс көрсеткішін айқындайды. Сондықтан Нұрсұлтан Назарбаев аймақ жетекшілеріне әкім бол, халқыңа жақын бол деген халық даналығын еске салып, елмен жақын араласуды міндеттеп, облыстарды дамыту керектігін айтты. Ал жергілікті атқарушы органдар халықпен тығыз байланысу арқылы өздерінің жұмыс сапасын арттырады дейді Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысы Алуа Жолдыбалина. Сарапшы бюджеттен бөлінген қаржыны ысырап қылмай тиімді пайдалану жолдарында атап берді. Бюджеттен келген ақшаны бірдей барлық аймақта бірден пайдалануға болмайды. Оны ауыстыруға болады. Мысалы, ол жерде шыны керек, мысалы, мектеп салынады деп ақша келеді, бірақ егер де ол жерде мектептің қажеттілігі болмаса, онда оны ауруға салған дұрыс. Яғни бүгінде әкімдік өзі бастама жасау керек. Бізде бұл бюджеттегі мектепті салу қажеттілігі жоқ. Біз бұны ауруханаға алайық, аурухана салайық. Яғни жоғарғы мемлекеттік орталық органдардан емес, аймақтағы биліктегі органдар, олар өздері бастама жасап, солай өзгеріс жасау керек. Яғни бұл бүгіндегі осы елбасының айтқан, мысалы, жариялаған тапсырмаларының ішіндегі ең маңызды. Қазақстандағы 17 аймақтың тепе-тең дамуы, 17 аймақтың бірдей әлеуетін арттыру, ол Қазақстанның бүкіл кепілінің дамуы. Ол тек қана Астана, Алматы емес, назарда болу керек барлық